Міне ең қатыгез махаббат өмірі бар үш жануар. Біріншісі теңіз шайтан балығы. Бұл түрінде аталығы аналығынан әлде қайда кіші. Ол аналығын қайта-қайта тістеп, ақыры физикалық түрде сонымен бірігіп кетеді. Осы сәттен бастап оның жалғыз міндеті аналығының уылдырығын ұрықтандыру. Өмір бойы аналығының денесіне 4-тен де көп аталық мәңгіге жабысып қалуы мүмкін. Негізі олар паразит сияқты өмір сүреді. Қоректік заттарды тікелей аналығының қан айналымынан алады. Екіншісі төсек қандалалары. Аталықтары бейқам жүрген аналықтарды аңдып, оларға тап береді де арқасынан ұстап алады. Сосын тісті жыныс мүшесін шығарып, аналығының терісін тіліп өтеді. Денесін тескенше жалғастырады. Көбінесе бірнеше ішкі ағзасын зақымдайды. Шағылысқаннан кейін аталық жараланған аналығын тастап кетеді және кезіккен келесі аналыққа дәл солай жасайды. Ең сорақысы қорапты краб. Ірі аталық түлеп жатқан аналықты оның келесінсіз ұрлап әкетеді. Ол аналықты иемденгісі келген басқа аталықтармен төбелесіп, оны бірнеше апта бойы ұстап тұрады. Осы уақыт ішінде аналық аш қалады, себебі қоректене алмайды. Тек аналығы сауытын толық тастаған соң ғана аталық онымен шағылысады. Содан кейін де оны тұтқында ұстап, уылдырығын шашқанша жібермейді.